Бала кезімнен қиыншылықты көп көрдім. Денсаулығым өте нашар болды. Сары аурумен де ауырдым. Асқазанға да операция жасатқам. 5 рет жүрек талмасына түстім. 2019-дың басында аварияға түстім. Балаларыма қараймын да жылағым келеді. Тұра алмайсың аяқтан. Өз қолыммен отырып барып тамағыңды аламасың, ол өмір сүргеннің несі кержақ болды. Доғдырлардың өзі маған төсектен тұруға болмайды деген. Мен тұрып кеттім. 2-7-те аяғымнан нық тұратын болдым. Мен пенсионермін, 3-ші группадамын. Нөлден қалай етуге болады дегенді болады екен жасауға. Мен жасадым соны. Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай ағайындар? Менің аты жөнім Ахмет Мақсат Айтханұлы. 1986 жылы туылғам. Алакөл ауданы Еңбекші деген ауылда туылғам. Мен енді бастан өткен жағдайымды айтсам, мен кішкентай кезімнен көп ауырған жігітім өзім. Бала кезімнен қиыншылықты көп көрдім. Денсаулыққа байланысты да. Денсаулығым өте нашар болды. Сары аурумен де ауырдым мен. Қазір бауырым да жарамайды. Асқазанға да операция жасатқам. Жүрек талмасына да көп түстім. 5 рет жүрек талмасына түстім. Одан кейіннен врачтардың несімен айтуы бойынша үйленсең бүкіл аурудан жазбасын деп 21 жасымда үйленгем. Қазір 5 балам бар, Аллаға шүкір. Біріншіден енді әке-шешеме рахмет. Осы 2019-дың басында аварияға түстім, жол апатына. Жол апатынан мен жамбасым, чашкісін жоғары жағы, жамбасым, білік басы, 5 қабырғам, және бауырым мен бүйрегім жоғары жылжып кетті деп диагноз қойды. Ол диагноздан мен тұрып кетуім 2 талай етті. Мен бір төсекте жатқанда енді қайғыға қатты кіріп кеткеннен енді бір күн осы өстіп жатқанша өліп кеткен дұрыс бет деп ойладым. Қазір енді жақсы, көңіл күйім күшті, қуаныштың жасы деп ойлаңыздар енді. Маған осы аяқтан тұруыма Ахметбек ағайым міне көз алдымда отыр ғой. Осы кісінің бірақ видеосы маған қатты көмектесті да. Аяғымнан тік тұруға сен неге жатырсың деген бір видеосын көрдім да. Сен осындай өмірде тірі жатқаныңа қуанбайсың ба деген сөзіне қарадым да өзіме өзім жігерлік ояттым. Сол видеодан кейін резко мен Ахметбек ағайдың несіне комментарий жаздым да, маған осындай қуаттану сағатын маған беріңізші. Мен осымен қуаттанайын деп. Қуаттану сағатын тегін алдым. Қуаттану сағатын мен күнде таңертең ең бірінші Ахметбек ағайдың берген несі таңертең ерте ояну болды. Мен бұрындары вообще таңертең ерте ояну деген миымда кіріп шықпайтын. Мен өзім түнгі 3-те, 4-те жатам, таңертең қайда тұрған, сағат 11-12-сіз тұрмайтын. Әкем ол кісі 5 уақыт намаз оқиды. Маған қарайды жылайды. Жылап айтқан күндері болды. Енді ол кісінің айту бойынша, ағамның айту бойынша енді бейсанаға кірмейді енді ол. Өйткені мен осы уақытқа енді ғана түсініп отырмын да әкемнің несін. Ол кісі таң атпай тұрып алады, намаз оқиды. Ағаға сәлем жолдашы деген 70 жасқа толған кісі қазір. Әкем қазір өгіз кіріп шұқиып жатыр. Мен ол кісіге мотивация беріп кеткем ғой. Сізде тұрыңыз енді, сізде бір кәсіп бастамайсыз ба? Қазір мен кеткелі уже 1000 кіріп шұқиып тастадым деп кеше звондап жатыр да, мен 1000 кіріп шұқиып тастадым. Жақсы, күш қуат берсін дедім, Алла тағала. Қайырлы күн, құрметті қандастар. Сіз стресстен, жалқаулықтан, сүреңсіз өмірден әбден шаршап жүрсіз ба? Дәл қазір телефоныңызды қалдырсаңыз, менің осы стрессті, жалқаулықты, күйзелісті жұлып алып тастайтын қуаттану сағаты, санаға сенім сөздері деген аудио сабақтарды тегін жіберемін. Мен енді таң атпай бірінші тұрып, аяғымнан тұра алмасам да, көзімді ашып, жаңағы қуаттану сағатын тыңдауды бастадым. Мен өмірге ризам, әке-шешеме ризам, осындай дүниеге алып келген әке-шешеме ризам деп содан бастадым. 1-7-де нәтижесін беріп, мен балдаққа тұра бастадым.
бір жетіде маған нәтиже берді ол. Мен жан басымнан тұра алмай қалған адаммын ғой. Доғдырлардың өзі маған сізге 2 ай төсектен тұруға болмайды деген. Мен тұрып кеттім, қарамадым, сенім алдында әбден жігерленіп алғансың ғой, ана қуаттану сағатын күнде тыңдай берсең, ниет қойып тыңдау керек та адам. Жүрекпен тыңдасаң, өзімен өзі ақырын жігерлене бастайды екенсің да. Өзім басында ондай нәрселерге көп сенбейтін адам болған. Мен өзі ондай нәрселерді көп тыңдамаймын. Әкем намаз оқы десе де бәрібір деп былай қарай кетіп қалатын ғой. Көз шарылап кететін ғой. Содан енді мына сабақты енді бұл менен аяғымнан сен тік тұруыңа мынау өте керек дегеннен кейін мен сеніп алдым да соған. Өте сенімім көп болды да. Мен неге шын 5 баламды кім асырайды? Мен әке-шешем маған қарап отыр. Мен жалғыз ұлмын үйде. 2 әпкем бар алдымда. Содан кейін балаларыма қараймын да жылағым келеді әке. Тұра алмайсың аяқтан. Қатыным келеді, тамақ береді. Өз қолыммен отырып барып тамағыңды аламасың, ол өмір сүргеннің несі керегі болды. Содан кейін жігерленіп алдым да балдақпен таңертең тұрамын да балдақпен қатын көмектесем дейді, көмектеспе деймін. Өзім тұрам, өзім етем деймін да есік алдына барып отырам. Қуаттану сағатын тыңдап алам әбден. Қайтадан кірем, үйге жатам, күні кешкесін жат. Енді мұңға, қайғыға батып бара жатқан кезде обязательно болды. Бүкіл проблеманы тыстай салам да, құлағыма наушник тыстаймын да, қуаттану сағатын тыңдап отыра беремін ғой. Бір жеті есік алдында жүріп жүрдім да, бір жеттен кейін неге мен тауға бармаймын? Өзім есік алдымда біз жаққа келіп көрсеңіздер болады, Алакөлді білетіндеріңіз болса, Сайхан деген тау бар, тура соның етегінде тұрам мен. Бірінші тау енді бір қашық емес, сондай 500 болады ғой деймін, 500 адамда. Шықтым ана, балдақпен 2 қол сілтеп алдым да, қол мықты ғой, білек мықты, білек 2 қолым сынған жоқ қой, 5 қабырға сынғанмен қолым мықты да. Бардым, таудың басына барып отыруды әдетке айналдырып алдым да. Күнде барам да таудың басына отырып, армандап отырамын, қуаттану сағатын тыңдап отыра берем. Қайтадан түсем, үйге келем, жатам. Күнде таңертең. Одан кейін мен жаңағы сынып қалмау үшін күнде ағайындарыма жіберетін болдым. Тауға түсем, түсіремде жіберем ағайындарыма. Мен міне жігерленіп жатырмын. Бір жетіде мен 2 балдақпен жүріп, бір жеттен кейін уже 1 балдақпен жүретін болдым. Сондай нәтижеге жетіп алғансың ғой. Бір балдақпен жетем. Қанша дегенмен енді мынандай сынықтан тұру оңай болмады. Мен Бөле ағам бар, осында қазір екеуміз бірге келдік. Неге? Бөле ағам екеуміз бір-бірімізге жіберіп тұрамыз да. Жүр деп. Мен кей кезде енді ауыр қалады, күн бұлтты мынау қақсайды дегенде мынаны. Сол нәрсені жеңе алмай жүрмін әлі. Әлі таппай жатырмын, тапқан кезде айтам. Таба алмай жатырмын бірақ. Енді Бөле ағам көп көмектесті маған. Жатып қалам ғой кейде, таңертең тұрып фото жіберіп отырғым керек қой енді. Бөле ағам есік алдында жүгіріп келеді маған. Не істеп жатсың? Жүргізіп алып кетеді. Жақсы, бір жағынан өзіме жақсы көмектесті сол. Одан кейін қуаттану сағатын күнде жіберген жоқпын мен. Күнде қайғылана бастасам болды. Жұмыс істеп жүрген кезде де құламаса боламын, әнше жай қарапайым, бірақ жүрекпен тыңдау керек та, жүрекпен тыңдап жүрдім. Маған қатты көмектесті сол. 2 жетте уже таяқ тастай бастадым ғой. Аяғымнан нық тұратын болдым ғой. Балдақсыз ақсаңдап жүгіріп бара жатқанда көршілерім бәрін айтамын ғой, мені қараңдаршы, қаншалықты өзгеріп жатырмын мен. Жүрсеңдерші, менімен бірге десем жүрмейді ғой ешқайсы. Аяқтан тік тұрып, қазір күшті жүгіріп жүрмін да, бір-екі көршіме айтамын да, жүріңдерші, жарысасыңдар ма менімен деймін. 3-ші тауға дейін шығамын мен қазірші. Жарысасыңдар ма? Жүріңдер деймін. Ағайын тауға барғаннан кейін мына жерін ұстап көр дейді да, сенің жасыңға жүр. Ап деген кезде мен 1-ші тауға шыққан кезде мына жерін ұстасам бар ғой. Бір 80 жастағы, 90 жастағы кісінің несі деп қоям ғой. Тақылдап кетеді ғой мына жерін. Қазір 3-ші тауға шықсам да ондай тақыл жоқ та. Жүрек шынықты. Жүрек күшті. Соңген теплиц жасады деп естідім ғой. Мен балдақпен жүргенде жаңағы
ағайдың сен неге жатсың, сен кәсібің неге бастап кетпейсің, сен мені көре бергенше кәсібің бастап кет деген бір видеоңызды көрдім да, анаға қарайды да ойланып қаламын, мен неге шынында жатырмын, бірдеңе бастамаймын ба, қолымнан не келеді, ойландым да, қолымнан, мен кішкентай кезімнен 1-ші классымнан бастап өгіздің артында ғана соқа бар ғой, соқаның артынан ұстап алып, папым айтам да, әлімге ешкім айтам да, әке сіз неге маған сол кезде өгізді тартып жүрген жеңіл ғой енді, соқаны жерге басып жүргеннен қарағанда. Маған соқаны беріп қояды, оны қиқан етіп, оны жүргізе алмайсың ғой. Боқтақ қояды да жүргіз деп, жүргіз. Сондай тәрбиемен өсірді де, сонан кейін ойланып қарасам, мен кішкентай кезімнен бақшамен айналысқан екен. Бақшаның қыр-сырын жақсы білем де. Одан кейін қояйын, мен теплица салайын. Әкем бұрыннан өзі бізге бір өкімет ақша бөлмей қойды, негізі бір саламыз деген бір жылдары. Ол осыдан бір 6 жыл, 7 жыл бұрын жер қазып дайындап қойған. Жерге қарай кіргізіп, бір 2 метр жерге кірген жерім дайын тұр. Оған енді шамам кемеді. Балдақпен жүрдім де, есік алдында шағын ғана жасай салдым. Бұлайынан 4, бұлайынан 11. 11-де 4-ті YouTube-тан қарадым мен. Мен қолымда ақша жоқ, жұмыс істеп жатқан ешкім жоқ біздің үйде. Мен ғана жұмыс істеп жүрген, мен оның жағдайым мынандай болып қалды. Қарадым, YouTube-тан қарап, бір орыс, Россияның бір кісінен, сол кісіні не қылып алып алдым, өзіме қазір кумир қылып. Сол кісінің видеосын көрдім де, неден, нөлден қалай етуге болады дегенді іздедім ғой енді. Торттың бетіндегі салапан бар ғой, жұп-жұқа. Стретч дей ма? Соны алдым да, сонымен жасайды екен. Болады екен жасауға. Мен жасадым соны. 25 мың теңгеге, мен пенсионермін, 3-ші группадамын. Бір көз көрмейді қазір. Ол бұрынғы историялар ол. Мен кішкентай кезімде көдіп ауырдым дедім ғой. Солардың біреуі ол. Пенсиямның 25 мың теңгесін алдым да, сол стрич сатып алдым. 20 штук алып келдім де жасадым. 20 штук жетпей қалды, тағы бір 10 штук алып келдім де төбесін жауып тастадым. Соның ішінде кан деген пеш, үлкен кісілердің естерінде болу керек. Әкем айтып жүрді, кан деген нәрсе болады. Кан деген мұржасы мын жақта болады да, пеші мын жақта болады, теплицаның. Соны салдым ішіне, жағып отырдым күніне. 25 градус ұстау керек екен теплицаның іші. 25 градус. Помидорға 5 градус жетеді екен. Если что, себем деген адамдар болса, помидорға 5 градус жетеді екен. Ал қиярға 25 градус болу керек екен. 25 градус болмаса, ол ауруды көп етеді екен. Өсірдім, ананы еңбектеніп жүріп, мен балдақпен кәдімгі бұтақ талдарды орнатқан суреттерім бар, көремін десеңіздер. Бұтақ талмен орнаттым, стричпен жаптым, полный, ішіне от жақ қойдым. 2 күннен кейін 25 градус ұстаттым анаған. От жаға бердім. Түнде де мен енді ауырған адамдарға ғана біледі, оны түсінеді. Өйткені ауырмаған адамдар оны, қойшы дей салуы да мүмкін. Ауырған адамдар біледі, ұйқы қашады екен ғой ауырған адамнан. Мен ұйқым мүлде қашып кетті ғой ауырып жатқан кезде. Күн мен түн деген нәрсені білмеймін. Ұйқым келген кезде 1 сағат ұйықтап кетесің, болды. Қайтадан күн түн айырмай. Сол теплицаны салып жүріп, балдақпен жүремін. Әкем айтады, кішкене демалса, жоқ, демалмаймын мен. Шаршамаймын деймін. Шаршамаймын дейді. Қуаттан сағатын қосып аламын. Әкеме де ет қоямын. Қазір біздің үйде сол таңертең мен обязательно 7-те шай ішер кезде ана өлеңді қосып қоямын. Күн қандай тамаша деген өлең. Бәрілерің настроениені көтеріп отырыңдар деп қоямын. Содан өсті ме теплицаң? Теплицам өсті. Аллаға шүкір. Бір 200 мың теңге тауып берді маған ол. Теплица. Көп рахмет. Рахмет баршаңызға. Үлкен қазақтың азаматы болып шығады. Енді сендіңдер ме, адамның ішкі қуаты оянғаннан кейін, бағанағы дәрігерлер, олар тәжірибелі ғой, сынған омыртқа, сынған жеті қабырға, оған орнына келу үшін саған 2-3 ай керек. Егер сөйтіп жата берсе, енді бағына қарай сол менің видеомды көріп, маған есімде қуаттану сағат деген айтып жіберіңдер деп. Соны тыңдағаннан кейін, міне жаңа 5 баланың көз жасы, әке-шешесі, және өзінің өмірі, тағдыры, осы алапат іштегі оянған қуат дәрісіз-ақ анан
тез емдеп жібереді. Ол дәрісіз ақ 1-2 күн ішінде емдеп жібереді. Өйткені мынау алапат күш, мына оймен біз өзімізді ауруды жібере аламыз, тура сол оймен өзімізді емдеп жібере аламыз. Мынандай биохимический завод, фармацевтический завод әлемде жоқ, әр адамның дәнінде бар. Сол бар, сол міне шығарды. Енді қалғандарыңа мақсатқа қарағанда көрінді да, бір көзім көрмейді, оның бәрін күліп айтып отыр да. Бала кезден ауырмаған ауруы жоқ, оның үстінен апатқа ұшыраған, неменемен жатқан ауылда, анау ауылда жатыр. Қазір Алматыда тұратын, қалада тұратын айналайындар. Мақсаттан әлдеқайда жағдайларың 10 есе 20 есе көп да. Жылай берсең, батпаққа бата бересің. Онан кейін күнге ауырасың да, кедей боласың, өлесің де қаласың. Кімге қиын қылдың? Өзің жақындарыңа қиын қыласың. Сондықтан рухты ояту керек, ояну керек.